Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін мынандай брелок істейтін боламыз. Бұл телефонның чехолына арналған. Біз бұны осылай ұстайтын боламыз. Телефонға өстіп байланады. Міне. Бұл үшін бізге әрине жіп керек. Қалаған бусинаны немесе бисер үлкен размерден алуға болады. Мен бірақ ремшік ұқсайтын бусина алдым. И мынандай украшениялар алдым. И екі осындай дәуде бусиналар алдым. Сіздер мынандай жіп аласыздар. Қалың, ол қалың болу керек. Шыққасынан жыртылып қалуы мүмкін. Бұдан біз 50 сантиметр аламыз. Әнекей бастайық. Мынандайдан 7 штук саламыз. 7 штук салдық. Енді біз мындай заттар саламыз. Екі жағынан да. Біреу. Екіншісі мына жағынан. Сонда біз осындай болады. Сосын мен оң жағына осындай розовый бусинаны саламын. Оны салған соң екінші жағынан саламыз. И мына жақтан осындай түсті саламыз. Бұл брелоктар қазір 2021-де өте трендте болып жүр. Сол үшін сізге советовать етемін. Істей алмасаңыздар, менің инстаграмына кіріп заказать етіңіздер. Мен аны салдым. Енді біз андай тағы да екінші шетіне саламыз. Бұл брелоктың ортасына жерінде тұратын. Біз қазір мына шетіне 7 мынандай, мына шетіне 7 саламыз да сізге келемін. Міне біз екі жағын 7 штуктан толтырдық. Енді мен мына фиолетовый тұрған жеріне фиолетовый смайкты саламын. Екінші жағынан қызыл смайкты саламын. Қараңыздар, қандай керемет. Енді біз екі жағын қайтып 7 штук мынандай саламыз. Толтырдық. Енді біз енді стайсерді екі саламыз суреттерді. Екі жағынан да. Сіздер өздеріңіздің вкустарыңызбен істесеңіздер болады. Тура не істеп тұрған жоқпын. Можете өздеріңіздің вкустарыңызбен, өздеріңіздің қалауларыңызбен. Біз тағы да мына жерлерін 7 жемчүкпен толтырамыз. Міне біз екі жағынан 7 жемчүктен толтырдық. Мен өзіме ыңғайлы болу үшін шаштым. Енді екі жағынан мындай жұлдыздарды қоямыз. Міне мен мынаны жұлдызшаны алтын түсіне ауыстырдым. Өйткені маған алтын түсі қаттырған еді. Енді тағы да қайталап мына жеріне 7 жемчук толтырамыз. 7 жемчуктан. Все осындай болып шықты. Мен мына жерде розовый тұр еді ғой, мен ойымды ауыстырдым. Мен розовыймен қолданбайтын болдым. Біз енді бұның қосу керекпіз ғой бірге тұру үшін. Бізге осындай дәу дыркасымен бір бисерма әртүрлі нәрселерді салуға болады, бірақ главное, чтобы оның дыркасы үлкен болды. Чтобы екеуі сыю үшін. Мына жерде бізде орын қалды, сол үшін.
мен мына жері теңдей қылдым. Бізде осындай шықты. Енді біз бұны байлаймыз. Былай домалақ қыламыз да ішіне кіргіземіз. Міне мен мына жерін байладым және де мына жерін байладым. Сосын мына жерін қырқамыз. Сосын мынаны жандырамыз. Міне менің влогым бітті. Менің видеом ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Подписаться етіңіздер. Менің видеоларымнан қалып қалмас үшін колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңыздар.